Assalamualaikum қазақ елі. Анау кеше қай күні айттың бірінші күні құрбан шалдық. Келген кісілердің бәрі таңырқайды. Оқырмандар да таңырқайды, не беріп жатсың, сенің есігің алдында шөп жоқ қой деп. Екі сиыр YouTube арнасы, Таңжарық стайл TikTok. Менде міне осы алдыңғы жылдан қалған сояның сабанын жейді, сүйсіне отырып. Ол міне так аңшылықты қалды. Негізінде мынау маңайымызда бірінші сабын жоңышқа чөптер шығып жатыр. Енді олар кіде еңбектеш, Құдай өзі кешірсін. Баға дұрыс емес. Тым жылай беруге болмайды. Биыл жасыра жоқ, аса қатты бір қуаңшылық болған жоқ, оның дәлелі. Міне, менің агротым Алла тағала айрым жаңбыр жауғызбайды. Басқа агроттарға да міне. Мыналардың ешқайсы су ішкен жоқ, жаңбырдың суымен тұр. Демек, мотомен көп арлап жүрім. Шабындықтарымызда, арпаларымызда онша жаман емес. Мынау бір-бірінен көріп, мынау алып сатарлар мүмкін енді басқа бір тасаттық бермеген, жұрайсыз жерлерде қуаңшылық болған шығар. Мына біздің өңірде болған жоқ. Ауылдың береке бірлігі жақсы. Тасаттық берді, бергеніне қарай Алла тағала жаңбырын берді. Енді біз солардың әсерінен, солардан үйреніп, ойбай анжақта анжеген, мұнжақта мұншеген деп, бізде де бір бөлім адамдар көтергенге тырысқан. Бір есептен дұрыс шығар. Қауарласты, жоңышқа бар мыңнан, тиеп алып кетесің, шөп бар дейді. Енді оны мыналарға түгін мыңнан келгенмен 1200-бен тиегенімен сонда. Егер осындай мал борлап жатқан болсаңыз, еттің бағасы осы қалпы тұратын болса, бордақшылықтан аса қатты пайда қалмайды. Еңбегіңді ақтамай қалуы мүмкін. Соның үшін менің айтарым, мынау барлық нәрсе бір аса қатты көтеріліп жатқан жоқ. Еттің бағасы бір жыл сол әлі 2250, 2300, кейбіреу 2200, тіпті кейбіреу 2100-ге түсіріп жатыр. Етте өзгеріс жоқ. Демек, шөпті орынсыз көтеріп алу ол енді Алла тағала ниетіңе қарай берем дейді, ниеттің тарылуы деп есептеймін. Жем шөбеге отырған кісілер кешірсін. Олай жасай берсе, мынау басқада біз секілдерге қиын болады. Сол шамалы мен өзім талабым, анау бір-біріне еріп азғантай ат дөбеліндей олар алып сататындар бар да, мына. Мысалы өздері шөпті арзан қалады да сатып үшін группаларға ән-жермен жерге ойбай биыл қуаңшылық, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, шөпті қымбаттатуымыз керек деп құлақты үйретеді. Соған бола кейбір кісілер еріп кетіп жатыр. Соның үшін жай кісілерде біраз қанағат, сабыр, сосын орынсыз пәле шақырмауын тілеймін. Шүкір, бар да керек па? Міне, бар дәлел. Ешқандай ештеңенің керегі жоқ. Ауылдың маңайы жақсы, шұрайлы. Осы айтайын дегенім. Артық айтып жатсам ренжімеңіздер. Жеке азаматтық пікір. Себебі мынау қысы жазы қиналып мал байлап жатқандарында ол етінің бағасы өсіп, пайданы опырып жатқаны шамалы. Осы айтайын дегенім. Каналға әлі күнге тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк баспаған болсаңыз лайк басып, малы бар достарыңызбен бөлісіңіздер. Барлық өңір көрсін. Орынсыз жылай беру ол өте дұрыс емес. Алланың қаһарына ұшырап қалмасақ болды.